Сәлем достар, бүгін сіздермен апельсин шырынын үй жағдайында дайындайтын боламыз. Маған 2 апельсин қажет болды. Сіздер көлеміне қарай өздеріңіз көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Алдымен апельсиніміздің сыртын жақсылап ашып аламыз. Цитрус тұқымдасына жататын апельсин жемісі С витаминіне толы. Ол адам ағзасының иммундық жүйесін көтеріп, көптеген ауруға қарсы тұруға көмектеседі. Сондықтан қазіргі қысқы мезгілде көбірек С витаминін пайдалануға кеңес беремін. Енді апельсиніміздің сыртын ашып болғаннан кейін, оны жіңішкелеп турап аламыз. Егер сізде термомикс болмаса, онда блендердің көмегімен апельсинімізді дәл осы рецепті бойынша жасап көрсеңіздер болады. Құрамында ешқандай қант жоқ, өте пайдалы сусындардың бірі. Апельсинімізді біз осылай бөліп турап алдық, өзімізге ыңғайлы болу үшін. Енді ыдысымызға саламыз да, үстіне 500 мл мұздай су құямыз. Және қақпағын жауып, 2 минут ондық скоростта айналдырып аламыз. Бүгін біздің дайындаған апельсинді шырынымыз дайын болды. Менімен бірге видеоны соңына дейін тамашалағандарыңызға көп рахмет. Достар, егер сіздерге бүгінгі дайындаған апельсинді шырынымыз ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеоны алғашқылардың бірі болып тамашалағыңыз келсе, қоңырауша батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болғанмен Айдана. Сау болыңыздар.